Алдағы жазда Ливерпуль бірден 3 ойыншымен қош айтысатын болады. Олар кімдер? Серж Гнабри Баварияның сапынан кетуге жақын. Вальверде кешегі ойыннан кейін Вильяреал ойыншысымен не себепті төбелесіп қалды? Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі шығарылымда. Әрбір жаңадан тіркелген көрермендеріміз және де бізге қолдау танытып жатқан жазылушыларымызға үлкен алғыс білдіреміз. Келесі видео шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз өте маңызды. Жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға жазылып, қоңырау түймешесін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Милан клубы швециялық шабуылшы Златан Ибрагимовичпен келісім шартты ұзартпау шешімін қабылдайтын сыңайлы. Осы жөнде Foot Mercato баспасы мәлімдеуде. 41 жастағы ойыншы осы маусымда тізесінен алған ауыр жарақатынан айыққаннан бері бар болғаны 4 ойынға ғана қатысқан. Ибрагимович Миланның сапында 2020 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Футболшы Россонерилік командаға 2022 жылғы Италия чемпионатында жеңімпаз атануға көмектескен болатын. Швециялық шабуылшының итальяндағы ұжыммен келісім мерзімі алдағы жазда аяқталады. Интер клубы Челсидің жартылай қорғаушысы Матео Ковачичке қызығушылық танытуда. Осы жайында Туды Фитидес баспасы хабарлауда. Баспаның мәліметіне сәйкес итальяндағы ұжым ойыншыны жазғы трансферлік терезеде қатарларына қосып алу нұсқасын қарастыруда. Итальяндықтар Челсимен келісім шарты 2024 жылы мәресіне жететін футболшыны арзанырақ бағада алуға ниетті. Айта кетерлігі, Ковачич Интердің сапында осыған дейін де 2013 пен 2015 жылдар аралығында өнер көрсеткен еді. Ағымдағы маусымда 29 матчқа қатысқан ойыншы 2 голды соғып, және 1 нәтижелі пас жасап көзге түскен. Достар, сіздерге Телеграмдағы VAR арнасын ұсынамыз. Бұл топта сіздер қазақ тілінде футбол жайындағы су жаңа жаңалықтарды біліп отыратын боласыздар. Арна өте сапалы, тек қана жазылушылармен белсенділік жетіспейді. Тіркелуге кеңес береміз. Сілтемесі төменде. Бірнеше еуропалық клубтар Бенфиканың шабуылшысы Гонсало Рамошқа қызығушылық танытуда. Футболшыға Челси ұжымы басты үміткерлердің бірі болып саналуда. Футбол инсайдер баспасының мәліметіне сүйенсе, көктер ұжымының басшылары футболшыны алдағы жазда өз саптарына қосып алуға мүдделі. Әзірге қанша көлемдегі қаржы жұмсалуы мүмкін екендігі жария етілмеуде. Дегенмен белгілісі лондондықтар трансфер үшін ақшаны аямайды. Аякс командасы Манчестер Юнайтедтің голландиялық жартылай қорғаушысы Донни Ван де Бекке қызығушылық білдіруде, деп мәлімдеуде Футбол инсайдер баспасы. Баспаның мәліметі бойынша Амстердамдық клуб ойыншыны жазғы трансферлік терезеде алу нұсқасын қарастыруда. Манкуниандықтар ойыншыны 30 миллион еуроға сатып жіберуге дайын делінуде. Айта кетсек, Ван де Бек Аякстың түлегі болып табылады, және ол бұл команданың сапында 2018 бен 2020 жылдар аралығында өнер көрсеткен болатын. Оның ағылшындық ұжыммен келісім шарты 2025 жылдың жазына дейін жарамды. Мюнхендік Бавария клубы алдағы жазғы трансферлік терезеде Серж Гнабримен қош айтысулары мүмкін. Осы жайында Sport 10D баспасы хабарлауда. Баспаның ақпараты бойынша немістік команданың жаңадан тағайындалған бапкері Томас Тухель бұл ойыншымен келісім шарттың ұзартылуын аса қатты қажет етіп отырған жоқ. Осыған байланысты Гнабри трансферлік сатылымға қойылуы ықтимал. Осы маусымда 36 кездесуге қатысқан 27 жасар ойыншы 12 голды соғып, және 11 голдық пас жасап көзге түскен. Өткен видеодағы жасырылған жаттықтырушыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Ливерпуль ұжымы алдағы жаз айында бірден 3 ойыншымен қош айтысатын болады. Оларды атасақ гвинеялық жартылай қорғаушы Наби Кейта, ағылшындық ойыншы Алекс Окслейд-Чемберлен, сонымен қоса бразилиялық футболшы Артур Мело. Осы жайында тілші инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. Мәліметтер бойынша Мерсисайдтық клуб Кейта және Окслейд-Чемберленмен келісімді ұзартпау шешімін қабылдаған. Ал Артурға келетін болсақ, ол жалға алыну мерзімі аяқталғаннан соң Ювентус сапына қайтып оралатын болады.
Пари Сен-Жерменнің жартылай қорғаушысы Марко Верratti өзінің командадағы алдағы болашағы жайында айтып жеткізді. Мен пассажирда өте бақыттымын. Бұл командамен бірге Чемпиондар лигасын жеңіп алу менің арманым және мақсатым болып табылады. Мен күресуді әрі қарай жалғастырмақпын деген екен итальяндық ойыншы Sky Sport Италияға жеткізген интервьюінде. Жартылай қорғаушының Париждік клубпен келісім мерзімі 2026 жылдың жазына дейін негізделген. Манчестер Юнайтед клубы Баварияның француздық қорғаушысы Бенжамин Паварға қызығушылық білдіруде, деп хабарлауда The Athletic баспасы. Деректерге сүйенсек, ағылшындық клуб футболшыны жазғы трансферлік терезеде қатарларына қосып алу жағын ойластыруда. Манкуниандық ұжым ойыншыны төменірек бағада алғылары келеді. Дегенмен Мюнхендік ұжым француздық қорғаушыны сатқылары келмей, онымен жаңа келісімшартқа отыруды қалауда. Ағымдағы маусымда барлық турнирлерде 33 матчқа қатысқан Павар 6 гол және 1 нәтижелі пасты еншілеген. Ювентустың шабуылшысы Душан Влахович алдағы жазда командасын ауыстыруы ықтимал, деп хабарлайды Calcio Mercato баспасы. Сербиялық футболшыны Лондондағы Арсеналдың сапынан көріп қалуымыз әбден мүмкін. Мәліметтер бойынша өткен қыста ойыншыда канонерлік команданың сапына ауысу мүмкіндігі болған. Алайда ол кезде шабуылшы Ювентусте қала беруді таңдаған екен. Қазіргі сәтте Влахович Арсеналға ауысуды қалауда. Айтып өтсек, туриндік ұжым сербиялық шабуылшыны Фиорентинадан 77 миллион еуроға сатып алған болатын. Барселона мен Усман Дембеле арасындағы келісім шарттың ұзартылуы бойынша келіссөздер тоқтатылды. Осы жайында Diario Sport баспасы хабарлауда. Каталондықтар француздық ойыншының командада қалғанын қалайды. Дегенмен финанстық шектеу мәселелерге байланысты олар ойыншының жалақысын дәл қазір жоғарылататын күйде емес. Дембеленің Барсамен қазіргі келісімі 2024 жылдың жазына дейін жарамды. Егер де тараптар келісімнің ұзартылу мәселесін сол күйі шеше алмайтын болса, онда Барселона ұжымы Усман Дембелені сатып жіберу шешімін қабылдаулары мүмкін. Мадридтік Реалдың жартылай қорғаушысы Федерико Вальверде Вильяреалмен болған кешегі ойыннан кейін Алекс Байена атты ойыншымен төбелесіп қалған. Осы жайында Марка баспасы хабарлауда. Мәліметтер бойынша уругвайлық ойыншы испаниялық футболшыны күтіп алып, ол клубтың автобусына қарай бара жатқан жерінде бетіне соққы жұмсаған. Вальверденің айналасындағылар оны мұндай әрекетке баруы жайдан жай емес екендігін түсіндіруде. Жағдай былай болған. Испания кубогы аясындағы 19 қаңтар күні болған ойын кезінде Алекс Байена Федерико Вальвердеге «Жыла, өйткені сенің ұлың туылмайды» деп айтқан. Дәл осыған байланысты Реал ойыншысы кешегі ойыннан кейін кек алуды шешіп, оның бетіне соққы жасап, осылайша жауап қайтарған. Жылдың басында Вальверденің әйелі жүктілік кезінде сәбиінен айырылуға жақын болған. Алайда қуанышқа орай барлығы да жақсы аяқталды. Вильяреалдың зардап шеккен ойыншысы полиция қызметкерлеріне жүгінуді қарастыруда делінуде. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесінде кездескенше аман сау болыңыздар.